Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Алшын Аққудуатқызы. Бүгінгі біздің кезекті YouTube бағдарламамыздың тақырыбы Құран кәрімде келтірілген пайғамбарлардың мұғжизалары. Мұғжиза Алла Тағаланың өз пайғамбарларына берген адам баласының қолынан келмейтін таңғажайып істері деп айтсақ болады. Мұғжиза көрсетудегі мақсат олардың шынайы пайғамбар екендігін дәлелдеу. Мұғжиза негізінен Алланың ісі, пайғамбарлар тек оған дәнекер ғана болады. Құран кәрімде ешбір елші Алланың рұқсатынсыз бірде-бір мұғжиза келтіре алмаған деген Ғафыр сүресінің 78-ші аятында. Пайғамбарымыздың мұғжизаларының бірі айдың екіге бөлінуі. Араларында Абу Джахл мен Уалид пен Мұғира болған мүшриктер тобы Расулаллахқа: "Егер айтқандарыңды істесем, иман келтіресіңдер ме?" деп сұрайды. Олар: "Я, иман келтіреміз." Пайғамбарымыз айдың екіге бөліну үшін Алла Тағалаға дұға етеді. Жәбірейіл алейхиссалам сүйікті пайғамбарымыздың жанына келіп: "Ей Мұхаммед, осы түнде меккеліктерді мұғжизаны көруге шақыр" дейді. Пайғамбарымыз айдың 14-не, яғни ай толған күні ғибрат алғысы келетіндердің айдың екіге бөлінетін көрулерін сұрайды. Сол түні сүйікті пайғамбарымыз мүбәрак саусағымен айды нұсқаған кезде ай екіге бөлінеді. Бір жартысы Әбу Құбайс, екінші жартысы Куайкиян тауының үстінен көрінеді. Сосын қайтадан бірігеді. Пайғамбарымыз: "Ей Абу Салама бен Абдул-Асад, Арқам Әбил Арқам, куә болыңдар" дейді. Қасындағы басқа сахабаларға да куә болыңдар деп айтады. Мүшриктер өз көздерімен тағы бір рет айқын мұғжизаны көреді, бірақ сөздерінде тұрмай, иман етпегендерімен қоймай, сонымен қатар басқалардың иман келтіруіне кедергі болу үшін бұл тек Мұхаммедтің бір сиқыры ғана, бірақ барлық адамды бірде сиқырлай алу мүмкін емес қой. Басқа аймақтардан келген адамдардан да сұрап көрейік, олар да осы жағдайға куә болыпты ма екен деп, егер олар да көрген болса, пайғамбарымыздың сөзі рас дейді. Кері жағдайда бұл бір сиқыр ғана дейді. Келген адамдардан сұрайды, тіпті басқа жерлердегі, яғни аймақтардағы адамдарға жіберіп те сұрастырады. Сұрастырғанның барлығы да: "Я, сол түні айдың екіге бөлінгенін көрдік" деген бірдей жауапты алады. Мүшриктер тағы да қыңырлыққа басады, яғни олардың басында Абу Джахл бар болатын. Адамдардың имандылыққа бет бұрмау үшін Абу Талиптің жетімінің сиқыры аспанға да әсер етті деп жүректері азғындалады. Оның бұл қыңырлық сөздеріне Алла Тағала аяттар түсіреді. Сағат, яғни қиямет жақындағанда және ай жарылады, екіге бөлінеді. Олар Құрайш кәпірлері Мұхаммед алейхиссаламның пайғамбарларына дәлел болатын бір мұғжиза көретін болса, оны тафаккур етуден және иман келтіруден теріс айналады және үздіксіз бірінен соң бірі келетін қуатты сиқыр дейді. Және олар пайғамбар мен мұғжизаны жоққа шығарады. Өз нәпстеріне, яғни нәпсілерінің қалауларына және тілектеріне бағынады, мойынсұнып кетеді. Алайда жәннат иелеріне жақсылықтан, жаһаннам иелеріне жамандықтан тағдыр етілген барлық нәрсе іске асады. Жәннат иесі ант болсын, оларға Мекке мүшриктеріне Құран кәрімде өмірден өткен үмметтер мен ақырет жағдайлары туралы өздерін күпірлік пен адасудан қатаң түрде бас тартқызатын қаншама маңызды хабарлар келді. Кемелділікке жеткен толық даналық сөздер егер оны қолдамаса, ескертуші, яғни расулдар еш пайда тигізе алмайды. Олай болса, ей Хабибім, оларға пайғамбарлығыңды уағыздап хаққа шақырғаннан кейін сен де олардан теріс айнал. Ол шақырушының, яғни Исрафил немесе Жәбірейілдің кәпірлерді қарсы шыққан нәрсесіне шақырған күні көздері көр түрде, яғни үрейден қайда барарлары білмей таралған шегірткелер сияқты қабірлеріне шығады. Кәпірлер бастарын иіп сол шақырушыға қарай жүгірердей болып, бүгін біз үшін қандай ауыр, қиын күн деп атайды деген Қамар сүресінің 1 және 8 аяттарының аралығында. Мүшриктердің мұсылмандарға жасаған 3 жылдық қоршау аяқталғаннан кейін Нәжранның бір топ адам Расулаллахқа келеді. Бұл 20 шақты адам Хабарстанға көшкен сахабалардан ислам туралы естіп, исламды үйреніп, Расулаллахты көру бақытына қауышу үшін Меккеге келген болатын. Қағбаның қасында пайғамбарымызбен кездеседі, көптеген сұрақтар қояды, күткендерінен де жақсы және қанағаттанарлық жауаптар алады. Құрайштық мүшриктер де оларды айналасынан бақылап жүрген болатын. Әлемдерге рахымдылық ретінде жіберілген пайғамбарымыз оларға Құран кәрімнің біраз аяттарын оқып береді. Олар бұған қатты әсерленіп, көз жастарына ерік береді. Олар пайғамбарымыздың дағуатына, яғни насихатына шын көңілден разы болып, үлкен қуанышпен калима айтып, мұсылман болу мәртебесіне ие болады. Елдеріне қайтуға рұқсат сұрағанда Абу Джахл олардың қастарына барып: "Сендер де ақымақ адамды көрмедік, оның қасында азғантай отырып діндеріңді тастадыңдар, оның айтқандары мақұлдадыңдар" деп аузына келген балағат сөздерін жаудырады. Жаңадан сахаба болған бұл адамдар: "Алла Тағаланың сізге де тура жолда нәсіп етуін тілейміз. Бізге жасаған бұл
сауатсыздық пен надандықты біз сізге жасамаймыз. Шынында біз сіздің ешқандай ақыңызды жеген жоқпыз. Бірақ мынаны жақсылап біліп алыңыз дейді. Бірнеше наданның сөзіне қарап, қолымызға түскен бұл нығметтен айырылуды қаламаймыз, бұл хақ діннен шықпаймыз деп жауап береді. Алла Тағала осы оқиғаға байланысты жіберген аяттарында былай деген: бұдан Құран кәрімнен бұрын өздеріне кітап берілген қаншама адамдар бар, олар Құран кәрімге сенеді. Оларға Құран кәрім оқылған кезде біз бұған сендік, күмәнсіз бұл Раббымыздан келген бір ақиқат. Шынында біз бұдан бұрын да исламды қабылдаған адамдар едік дейді. Міне осыларға сабыр мен шыдамдылық көрсеткендер себебінен сыйлар 2 есе артып беріледі. Олар жамандықты жақсылықпен қуады, өздеріне берген ризықтарымызды жақсылыққа жаратады. Олар жаман сөз естіген кезде одан теріс айналады да, біздің амалдарымыз бізге сендердің амалдарың сендерге тән деп айтады Қасас сүресінің 52 және 56 аятында. Осылайша пайғамбарымыздың айды 2-ге бөлу мұғжизасы мұсылмандарды, яғни мұсылман емес болған кездерінде мұсылман болуларына көптеген үлгілерін, яғни өзінің кереметін көрсете алады. Келесі пайғамбарымыздың мұғжизасы бұл үңгірде 300 жыл ұйықтаған асхабы Кахф мұғжизасы. Құрандағы 114-ші сүренің 18-ші Кахф сүресі деп аталады. Асхабы Кахф бір топ жас жігіттердің атауы. Яғни үңгірдегі жігіттер немесе үңгірде ұйықтағандар деген мағынада келеді. Ол өз дәуірінде патшаның залымдылығынан қорықпаса иман еткен жастарға байланысты айтылады. Бұл өзі христиан діні кең тарағанға дейінгі уақытта орын алған оқиға. Алланың бұйрықтарына ғана мойынсынып, ақыреттің болатынына қайта тірілдің ақиқат екеніне бек иланған жас жігіттер қоғамдағы кең жайлаған пұтқа табынушылықтан саналы түрде бас тартады. Бұл жігіттердің императорға жақын қызметшілері болғанында айтылады, бірақ осы әрекеттері үшін Рим императоры тарапынан қысымға ұшырап, аяусыз жазалану қаупі төнеді. Осы уақытта бұл жастар жасырын түрде қаладан қашып шығып, жақын маңдағы бір үңгірді паналағандығы жөн санайды. Бұл оқиға Рим империясына қарасты елде милади 3-ші ғасырдың 2-ші жартысында Тарсус маңында орын алған көрінеді. Сәл ғана уақыт бұрын Рим императорының бірі Диоклетиан, Домитианус, Декиус, яғни қайсы екендігінде талас бар, бірақ та оларды шақырып жаңа сенімдерінен бас тартуға күштейді. Алайда мүмкін жастар пұттарға табынбай өз сенімдерін, яғни қорғаштап бастайды, тіпті императордың өзін пұтқа табынушылықтан бас тартуға шақырады. Император оларға бұрынғы сенімдеріне қайту үшін белгілі бір мерзімге дейін уақыт береді. Жас жігіттер болса бір тауды бетке алып қаладан алыстап кетеді. Деректерге қарағанда жолда оларға бір малшы қосылады. Малшының қытмыр атты күшігі, кейбір деректерде иті, яғни жандарында жүреді. Бәрі бірге малшы көрсеткен қала маңындағы бір үңгірге барып жасырынады. Үңгірге келген соң қол жайып осы жағдайдан құтқарса екен деп Алла Тағаладан дұға тілейді. Бұл дұғалары Кахф сүресінің 10-шы аятында айтылған. Бір деректерде ардақты елшіміз Хазіреті Мұхаммед те, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, хижрет кезінде Сәуір үңгіріне барып жасырынғанда осы дұғаны оқып өзіне медет тілеген делінген. Кейін император оларды сұрап іздестіре бастайды. Қашып кеткендіктер анықталған кезде олардың үңгірге жасырғанын біліп, іште жатып өлсін деген пиғылмен адамдарына үңгірдің аузын жабуды бұйырады. Алайда Құдайдың құдіретімен жас жігіттер қанша жатса да өлмейді. Құранда олардың қанша уақыт үңгірде болғандығы жайында мынандай нақты мәлімет кездеседі. Олар үңгірде 9 жыл, артығымен 300 жыл жатты делінген Кахф сүресінің 25-ші аятта. Жалпы есепте 309 жыл қалың ұйқыға еткен бұл жігіттер Алланың қалау әрі мұғжизасымен есендікте болған. Мауляна Джалаладдин Руми бұл туралы надандардың арасында жүріп, солардың азабын тартқанша ұйықтаған әлдеқайда артық. Алла Тағала асхабы Кахфты пасықтардан бөліп әкетіп, жүректерін ғафылдықтан сақтаған деп пікір білдірген. Осы айтылған 309 жыл мерзім өткенде бір күні олар екінті уақытында оянады. Өздерінің сонша жыл қалың ұйқыда жатқандықтарын білмей, бір ұйықтап тұрғандай ғана сезінеді. Бұл уақыттарда арада талай оқиғалар болып, ел оларды әлдеқашан ұмытып кеткен болады. Ұйқыдан оянып қарындары ашқанын байқағаннан кейін олар араларында бір жігітке ақша сатып қалаға барып жейтін нәрсе алып келуге жұмсайды. Ямлиха атты бұл жігіт қалаға жақындаған сайын көп өзгерістерді көріп таңғалады. Жолдарда көп өзгеріп кеткен, өз кезеңінде христиандарға көп қысым жасаған Декиус патшаның дәуірінен өткендігіне көп болады. Ямлиха қалаға келіп нан сатып алмақ болғанда, нан пісіруші оның киіммен берген көне ақшасына қарап, оны қазына тауып алған екен деп ойлайды. Сол себепті оны тиісті кісілерге айтады.
3 ғасыр бұрынғы ақшамен базарға келген кісіні көргендер оны императордың алдына апарады. Ол кезеңнің билеушісі Теодайус болғандығы айтылады. Ямлиха өз білгенше өздері тап болған оқиғаларды баяндап береді, бірақ та бұл кезең пұтқа табынушылық жойылып, христиандық сенім кең өріс жайған бейбіт заман болады. Халық өлгеннен кейін тірілуге қатты сенетін. Ямлиханың сөзіне таң қалған қала халқы ол жігітке еріп үңгірді көруге келеді. Алайда үңгірге барған кезде ондағы жігіттер мен күшікті көре алмайды. Ямлиха да олармен бірге сол мезет үштігейлі көзден ғайып болады. Билеуші үңгір аузында бір ғибадатхана салдырып, сол орынды қасиетті деп жариялайды. Осы оқиғадан кейін халықтың ақыретке деген сенімі күшейеді. Адамдардың көбі қияметке өлгеннен кейін қайта тірілуге қайтадан сенеді. Алайда бұл жігіттердің нақты саны қанша болғандығында талас бар. Кейбір деректерде ол жігіттердің есімдері былай болып келеді: Ямлиха, Микселина, Меслина, Мирнуш, Дибернуш, Сазенуш және де Кафетатаюш. Оқиға Тарсус қаласы маңында орын алған делінсе, нақты орны турасында кейбір таластар жоқ емес. Ғалымдар мәселе бұл оқиғаның нақты қайда орын алғандығын білуде емес, Құранда айтылған бұл оқиғадан сабақ алу ақыретке деген сенімді күшейтуде деп кеңес береді. Кахф сүресінің артықшылығы ретінде хадистегі мына мәліметтерге келтіруге болады. Кімде-кім жұма күні осы сүрені оқыса, келесі жұмаға дейінгі кішігірім күнәлары кешіріледі деп айтқан Суюти Әл-Джамиусу Саир 1 және 98 беттерінде. Үнділердің қасиетті санайтын кітаптарының бірі Махабхартада да Қытмир атты күшіктің ерткен 7 кісінің патшаның дүниеге байлығын тәрк етіп, үңгірді паналап, зиярат жасаған оқиғасы кездеседі. Христиандықта да бұл оқиға ұйықтаған 7 кісі деген атпен кездеседі. Аталмыш мәліметтің Құранда да айтылуы сондай ерекше оқиғаның нақты орын алғандығына ешқандай күмән қалдырмайды. Тағы бір көңіл бөлетін тұс, Асхабы Кахфқа ерген күшіктің де жақсылықтан құр қалмауы. Ізгі кісілердің жанына еріп, қастарынан айырылмай, адалдықпен үңгірдің аузын күзетуі себепті оның да жұмаққа баратындығы айтылған. Лот алейхиссаламның әйелі пасықтарға еріп, солармен бірге құрдымға кеткен, ал Асхабы Кахфтың Қытмыры болса, жақсылыққа еріп, соларды күзеткен үшін игілікке кенелді деп Шейх Сади ескерткенде, бұл жағдай кейінгілерге әрқашан ізгі тақуа кісілермен бірге жүру керектігін ұқтырады. Асхабы Кахфтан түйетін тағы бір ғибрат, бұл құдіретке шек келтірмеумен қатар иман еткеннен кейін сол жолда табандылық таныта білу. Яғни қазақтағы аққа құдай жақ деген сөздегідей ақиқаттың түбі жеңері қашанда анық. Пайғамбарымыздың мұғжизасына сенбеу бұл имансыздыққа жетелейді. Өйткені мұғжиза оның пайғамбар екендігінің, яғни Алла тағаланың елшісі екенінің нақты бірден бір белгісі болып табылады.